Ахуал тұрақты. Елбасының қалаға келіп, халықпен кездесуінен тұрғындар үлкен үміт күтіп отыр. Қазір қалада қалыпты жұмыс ырғағы басталған. Дүкендер, балабақша, дәріханалар мен қонақ үйлер сияқты әлеуметтік нысандар тұрақты жұмыс істеп жатыр. Жұртшылық енді алаңдауға еш негіз жоқ деп отыр. Қала қазір өз қалыбына келіп, тіршіліктер баяғы күйде болып, барлығы жұмысқа шығып, қала тұрғындары баяғы күйіне қайтып келіп жатыр. Сондықтан елбасы да келіп, біздерді өзінің жаңағы барлық жасайтын жұмыстарын айтып, жоспарларын айтып, біздің көңілімізді көтеріп жіберді. Біз өте сенімдіміз, сенеміз елбасыға. Қаладағы жағдай қазір тынышталды. Бәрі өз жұмыстарына бастады. Дүкендер, бәрі базарлар жұмыс жасап жатыр қазір, әркім өз орнында. Мекемелердің бәрі жұмысқа шықты, банкоматтар жасапты, банктер жасапты. Елбасы кешегі 22 күні жалында халықпен кездесу болды. Елбасы өзінің зардап шеккендерге көңіл айтуға келгенін айтты. Сосын Қазмұнайгаз қасынан бұрғылау мекемесін жұмысқа орналастыратын туралы уәде берді. Жағдайдың жақсаратынын бейбітшілікке шақырып